Қажымұқан атамыздың қартайған кездегі осы бір күресі туралы ең алғаш өз атам Бәйділлә Бердімұратұлынан естідім. Атам 1917 жылы дүниеге келген. 1937 жылы әскер қатарына алынады. Әскерден қайтайын деп жүргенде Совет-фин соғысы басталып кетеді де, сол соғысқа қатысады. Елге 41 жылы оралады. Елде 7 ай жүрген соң 41 жылдың желтоқсан айында Ұлы Отан соғысына аттанады. Сол кеткеннен елге соғыс аяқталған соң ғана бірақ оралады. Көшенің арғы бетінде әкесінің інісі Әшірбай деген атамыз тұрған екен. Әшірбай атамыз колхоздың ферма меңгерушісі болыпты. Қажекең ай сайын сол атамыздың үйіне келіп, бір түн қонып, ертеңіне колхоздың есебінен бір қой, бір қабын алып кетеді екен. Атамның айтуынша, Қажекеңе үкіметтен зейнетақы тағайындалмаған. Көршілес колхоздардан да қажетті азық-түліктерін ай сайын алып тұрған. Атам Қажекеңнің өмірінің соңғы сәтіне дейінгі тыныс тіршілігінен хабардар болған. Себебі біздің үй мен Қажекеңнің үйінің арасы небәрі 10 шақырымдай ғана. 2001 жылы даңқты балуанның 130 жылдық мерейтойы қарсаңында Ордабасы ауданы әкімшілігі Қажымұқан қағанаты атты энциклопедиялық кітап құрастырып шығарды. Сол кітапқа атамнан естіген әңгіме де жарияланыпты. Оқиға сол 1946 жылы болған екен. Қажекең шөп шауып үйге кеш қайтыпты. Келсе жанында 2 жігіті бар, бір орыстың қарты бұны далада күтіп отыр. Әуелгіде Қажымұқан атамыз оны танымай қалады. Қарттың сәлемін алғанмен танымай, жол болсын қария деп салқындау амандасады. Әй жүгірмек, немене танымай қалдың ба? Мен Володямын ғой, дейді әлгі кісі. Сол заматта Қажекең оны құшақтап, бетінен сүйеді де қой сойып қонақ етеді. Ертеңінде қонағы бұған былай дейді: Әу Қажымұқан, немене ұмытып қалдың ба? Баяғы уәде қайда? Ол қандай уәде? Балуан аң-таң. Әу қарағым, өзіңде торғайдың миындай ми қалмаған ба? 1911 жылы бәстеспеп пек. Енді болған оқиғаны еміс-еміс есіне түсірген Қажекең: Ойбай-ау, соншама жыл өтіп кеткен жоқ па? Енді шал болғанда екеуміздің белдесіп жатқанымызға ел күлмей ме депті. Күлсе күле берсін, мен сенімен күреспей бұл арадан кетпеймін. Шын айтасың ба? Олай болса маған 2-3 күн мұрсат бер, мен дайындалайын. Жоқ, 1 сағатқа да уақыт берер жайым жоқ. Біздің бәстескенімізге бүгін тура 35 жыл толды. Қажекең сол 35 жылдан кейін онымен күресуге бәстескенін енді ғана есіне түсірді. Сонда сен менімен бүгін күрескің келе ме? Әрине, шарт солай бауырым. Ал енді сол шартты орындамауға болмай ма? Жоқ, болмайды. Мен 2000 шақырым жерден сенімен қылжақтасу үшін келгенім жоқ. Жарайды онда, күресетін жер табайық. Қажекең оның алған беттен қайтпайтынын білді. Бірер сағаттың ішінде туған туысқандарын, ауылдастарын, колхоздың басшыларын жиып кеңесті де, ауылдағы мектептің спорт залында күресуді жөн көрді. Осы жерде құрметті оқушым, Володя кім деген сұраққа жауап беру қажет сияқты. Володя Соловьев орыстың атақты кәсіпқой балуандарының бірі. 1909-10 жылдары Мәскеу, Петербург қалаларында өткен халықаралық біріншіліктерінде осы Соловьев жеңіске жетіп, бас бәйгелерді жеңіп алып жүреді. 1911 жылы оған Қажымұқан кездесіп күреседі. Содан былай екеуі халықаралық бәсекеде итжығыс түсіп жүреді. Сол жолы 4 рет Соловьев, 4 рет Қажымұқан жеңіске жетеді. Қас қылғанда олар бір-бірін қатарынан 2 рет ұта алмайды. Ақыры тағдырдың осындай бір тәлкегін жеңуге дәрмені қалмаған Володя 8-ші кездесуден кейін Қажымұқанға жолдасы Коренді ертіп келіп былай дейді: Қажымұқан екеуміз арамыздағы бәсті шеше алмайтын сияқтымыз. Сондықтан бәсекені 40 жылға соссақ қалай болады? 40 жыл көп емес пе?
Мейлі, онда 35 жылдан кейін болсын. 35 жыл болса, 35 жыл болсын. Қажымұқан қолын созды. Куә болып, екеуінің алысқан қолын Иван Корен ажыратты. Сол жылдары ол Сібірге кетіп, сонда жолбарыс аулап, саяхат жасап, күресті ұмытып кетеді. Кейін Сібірге келген балуандардан Қажымұқанның совет циркінде күресіп, ешкімнен ұтылмай жүргенін естиді. Өзі күреспеген балуан әрқашанда қызғаншақ келеді емес пе? Іштей Қажымұқанның үлкен жеңістеріне күдік келтіреді. Енді онымен кездесетін күнді күтумен болады. Ал Қажекең болса, өмірдің қиыншылығы мен қуанышын басынан кешіріп жүріп, Соловьевпен арадағы бәсті де тарс ұмытып кетеді. 1946 жылы Соловьев екі ұлымен бірге көп жыл ұмытып кеткен күрестің әдіс айлаларын қайталап үйренеді. Әлі күш қуаты толса қоймаған балалары бұған қарсылық көрсете алмады. Екі ұлын бірінен соң бірін доптай домалатып, қуатының қайта қоймағандығын бейне бір сезгендей болады. Сол бір қарсылықсыз еркін қимыл қиялын шарықтатып, күрескен адамын жеңетіндей сенімге құл етеді. Ол жолға тез жиналады да, Қажымұқанмен белдесуге бекем бел болып, балаларын ертіп кете барды. Қажекең Соловьевтің қожанасырлығына қайран қалып, ісіне түсінбейді. Кезінде ойнап айта салған бәсті бұл ұмытып кеткенді. 1945 жылы ауырып, содан соң күресті қойып, анда-санда бой жазу үшін ғана темір-терсек көтеруші еді. Ал енді Соловьев, тап бүгін күресуіміз керек, 35 жыл толды дегенде, еш шарасы қалмай, ауылдан оңашарақ кетіп, бой жазып, түстен кейін Соловьевпен күресудің қамына кірісті. Екі балуанның күресуге құлшына кірісіп жатқанын естіген колхоздың бастығы Соловьевқа келіп, «Қария, елден ұят емес пе, қойыңыздар» деп те көрді. Бірақ Соловьев айтқан сөзінен қайтпады. Ақыры лаж қалмаған ол, колхоздың белсенділерін ертіп, аупарткомның хатшысы Жүнісбековке хабар берді. Аудан басшысы Жүнісбеков те Соловьевті көндіре алмайды. Сол күні кешкі сағат 5-те екі балуан мектептің спорт алаңында кездеседі. Күрес Қажымұқан атамыздың айқын басымдылығымен өтті. Ең қызығы, күресті төрешісіз өткізеді де, Қажекең 3 рет жықса да, Соловьев мойындамай қояды. Ақыры намысына тиген атамыз жарысты тоқтатып, балуандар ертеңіне қайта күресетін болып тарқасады. Ертеңіне колхоз бастығы машина жіберіп, Шымкенттен арнайы төреші алдырады. Белдесу аудан орталығы Темірлан ауылында өтеді. Соловьев бас аяғы 5 минутта ұтылып қалды. Ызаға булыққан ол көрермендерге бұрылып, «Жолдастар, ертең белдесу жалғасады. Қажымұқан мен менің үлкен ұлым Вася күреседі» деді. Шынына келгенде, Вася әкесінің өзінен де әлсіз күресуші еді. Бұл әрине оның Қажымұқанға көрсеткен қыры болатын. Келесі күні күрес Ынталы ауылының клуб үйінің алдында өтті. Атамыз Васяны да оп-оңай жығады. Тауы шағылған Соловьев үлкен ұлы жығылғанда, «Жолдастар, ертең Қажымұқан мен кіші ұлым күреседі» дейді. Оның мұна ісіне ыза болған жангүйерлер шыдамай, «Билікті бізге беріңіз. Қажымұқан сіздің ұлыңыздан 40-50 жас үлкен. Ендігіңіз ұят болады» деп арашаға түседі. Сонда Соловьев жерге тізерлеп отыра қалып, «Қажымұқан, менің ақырғы тілегім болсын, Сергеймен де күрес» деп жалыныпты. Амалы қалмаған Қажымұқан, «Володя, мен де шашадым, ең құрымаса бір күн демалайын» депті. Араға бір күн салып, күрес Батырата ауылында өтеді. Атамыз Сергейді де ұтыпты. Тауы шағылған Соловьевтар, «Үшеуміз де Қажымұқанды жеңдік» деп өтірік қағаз толтырып, ақ тілеп алып, елдеріне тайып қалыпты.